Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен Мансия, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен үй жағдайында дайындауға болатын шоколадты құрмаларды көрсетемін. Өте оңай әрі қарапайым рецепт, дайындалуы небәрі 15 минут уақытыңызды алады. Сондықтан міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, дайындап көріңіздер. Достар, видеоның соңына дейін қарамас бұрын менің каналыма міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар. Бұл жерден сіздер пайдалы, дәмді әрі қарапайым рецепттер таба аласыздар. Бізге қажетті ингредиенттер небәрі 3, бұл құрма, жаңғақ және де шоколад. Ең бастысы құрмаңыз жақсы болсын, яғни езілмеген, сондай жақсы құрма таңдап алыңыз. Және де кез келген жаңғақтар болса болады. Менде бұл миндаль және де арахис. Дайындар алдында міндетті түрде құрмаларды дұрыстап жуып және кептіріп алыңыз, ешқандай да су болмасын. Сәйкесінше оның ортасына тасты алып тастап, оның ортасына миндаль және де арахисті саламыз. Сіздер кез келген жаңғақты салсаңыздар болады. Осылай барлығына тастарын алып тастап, жаңғақтарды салып шығамыз. Барлығын дайындап болған соң, осы дайын құрмаларды тоңазытқышқа 5-10 минутқа қоя тұрамыз. Өйткені салқын құрмаларға шоколад тез қатады екен. Құрмалар тоңазытқышта тұрғанша біз шоколадты ерітіп дайындап аламыз. Менде кәдімгі Қазақстан шоколады, кез келген құрамында какао маслы болатын шоколад болса болды. Мен бельгийский шоколад қолданбадым. Май немесе сүтті қосудың қажеті жоқ. Осылай 100 грамм шоколадты микроволновкада немесе водяной баняда ерітіп аламыз. Енді тоңазытқыштан құрмаларды шығарып, шоколадқа аударып аламыз. Ол үшін зубочистка қолдансақ болады, немесе кәдімгі қорапшада болатын құрманың таяқшасын пайдалануға болады. Мен солай жасадым. Осылай барлық құрмаларды шоколадқа аударып аламыз. Және егер сіз шоколад дұрыс еріткен болсаңыз, онда олар бірден қатып қалады, яғни тоңазытқышқа салудың да қажеті жоқ. Бетіндегі шоколад қатып қалмай тұрғанда, оның бетін кокос түйіршіктерімен немесе ұсақталған жаңғақтармен әсемдейміз. Міне осындай үй жағдайындағы шоколадты құрмалар дайын болды. Міндетті түрде өзіңізге, отбасыңызға дайындап көріңіздер. Достар, сіздерге видео ұнады деп ойлаймын. Ұнаса міндетті түрде лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Енді осы шоколадты құрмалардың ортасын бөліп көрейік. Ортасында жаңғақ болғаннан кейін дәмі тіпті керемет. Достар, видео ұнаса міндетті түрде каналыма тіркеліп қойыңыздар. Осы жерде подписаться дегенді басып, міндетті түрде қоңыраушаны басып, все дегенді таңдаңыздар. Сол кезде менің жаңа шыққан видеоларымнан сіздерге бірден уведомление келіп тұрады. Және менде каналымда басқа да көптеген плейлисттер бар. Бұл жерде ПП емес, тамақтардың дайындалу рецепттерін барлығын көре аласыздар. Бүгінгі видео сіздерге ұнады деп ойлаймын. Сіздерге пайдасы тисе қуаныштымын. Сіздермен болған Мансия.